Жоба көлінің жағасындамыз. Стоп мусор акциясы аясында Біргеміз таза әлем жобасының 50 волонтерлары плогингке қатысуда. Біз көріп отырғандай, біз қоқысты екі түрлі қапқа жинаймыз. Мына жерге ақ қапқа сұрыпталатын пластик бөтелкелер, шыны, алюминий немесе қағаз қоқыстардың түрлері кетеді. Мына жасыл қапқа полигонға кететін қоқыстар жиналады. Осы ақ қаптарды біз өзімізбен бірге Нұр-Сұлтан қаласына алып кетіп, арнайы пункттерге тапсыратын боламыз. Достар, 1,5 сағаттың ішінде біздің волонтерлеріміз қаншама қоқыс жинап алды. Сондықтан, егер сіздер кез келген жерге демалуға келсеңіздер, өз қоқыстарыңызды өздеріңізбен алып кетіңіздер. Эко-саналы адам болуға тырысыңыздар. Біздің тазалығымыз, біздің экологиямыз тек біздің қолымызда. Привет, Малика. Что ты можешь рассказать нам о проекте «Біргеміз таза әлем»? Этот проект направлен на то, чтобы решить наши проблемы экологические, так как экология является одной из глобальных проблем всего мира. И этот проект направлен на то, чтобы показать и осведомить людей о этой самой проблеме и научить их любить природу, себя и даже самое простое — убирать за собой. Да, сегодняшний плогинг прошел отлично, супер, мне очень понравился. Благодарю всех за то, что вы мне дали такую возможность поучаствовать в сегодняшнем плогинге. Сказать, прошло все весело, круто, мне понравилось. И мы собрали достаточно много мусора, и осталось приятное впечатление и настроение. Туған өлкеңе үлес қосқың келсе, Біргеміз таза әлем жобасына қосыл! Біз біргеміз!